Бәріне сәлем, сіздермен мен Ақжолтай. Бүгін біз JavaScript бастаушыларға арналған курстың 6-шы сабағына келдік. Бүгінгі тақырып for мен while циклдерін өтеміз. For мен while не үшін керек бізге? Олар циклдер болғандықтан біз бір кодты бірнеше рет қайталай аламыз деген сөз. Мысалға, бір жазуды hello world дегенде 10 рет шығару керек болсын. Сондай кезде біз қолданамыз. Тағы да бір мысал, 0-ден бастап 5-ке дейінгі сандарды кезек-кезек шығарып шығу. Қарапайым цикл while'дан бастайық. Оның синтаксисі өте қарапайым, if сияқты қараңыздар. While, мына жерде шарт бар, жақшамен жабылған. Және ерек жақшаның ішінде осы шарт орындалса, бос жерде код қайталанатын болады. Міне, бірден мысалға көшейік. Бұл жерде бізде 0 деген сан бар. Және 0-ді біз while'дың ішінде тексереміз. Міне, бұл айнымалы 5-тен кіші ме? Кіші болса, онда ішіндегі кодты орындаймыз. Қараңыздар, console.log намды шығарамыз және плюс-плюс жасаймыз. 0-ді өсіріп отырамыз. 5-ке дейін өсіреміз. 5-ке тең болған кезде мына while'дың ішіндегісі орындалмайды. Сондықтан бұл жерде енді циклдан шығып кетеді. Міне, осыны көрейік не шығаратын. 0, 1, 2, 3, 4 деп шығарды, қараңыздар. Ең басында не болды? 0 болды. 0 мына шартты қанағаттандырады, сондықтан ішіне кірді while'дың. Намды 0-ді шығарды және плюс-плюс 1-ге қосты. Нам енді 1-ге тең. Енді 1-ге тең болып, осы жерден код аяқталғаннан кейін while қайтадан мына шартты тексеретін болады. 1-ді тексереді, енді 1 5-тен кіші болғандықтан оған қайтадан кіреді. Мына while'дың ішіндегі кодқа қайтадан кіреді, намды 1-ді шығарады, плюс-плюс қылады, 2-ке айналады, 2-ні тексереді, әлі де шартты қанағаттандырып тұр. Қайтадан кіреді, 3-ке айналады, сөйтіп 4-ке айналады, және 5-ке айналған кезде міне 5 қанағаттандырмайды мына шартты, сондықтан ішіне кірмейді. Және 5-ті көріп тұрсыздар, ешқандай 5 бұл жерде шығып тұрған жоқ. While'дың мына ерек жақшаның ішінде тұрған кодты орындауын, әрбір орындауын, оны итерация деп атауға болады. Сонымен бізде мына жерде 5 итерация бар екен. 5 рет шықты, себебі қараңыздар. 0-ге кірді дедік, ол бірінші итерация болады. Одан кейін екінші рет қайтадан келген кезде ол енді екінші итерация болды. Сонымен 5 итерация енді 6-шыға өтпейді, себебі шартты қанағаттандырмады. While'ды енді қазақшаға аударып көрейік. While дегенді енді мағынасын аударатын болсақ, дейін деп аударуға болады. Мына шарт орындалғанға дейін мына кодты орында деп өстіп мағынасын аударуға болады. Яғни number 5-тен кіші болғанға дейін мына console.log'ты шығар. Шынымен де солай, number 5-тен кіші болғанға дейін мына кодты орындап шықты. Бұл жерде айтып кететін тағы бір мынадай мәселе бар. Егер мына плюс-плюсті сіздер жазбаған болсаңыздар, біздің number'ымыз 0 болып қалады ғой. 0 болып қалады, және мына жерде бірінші шартты тексереді, 0 кіші 5-тен, окей, true болады да, намды консоль шығарады. Сосын мына біткеннен кейін while қайтадан тексереді. Number 5-тен кіші ма деп, ол 0 болып қалып еді ғой. Сондықтан ол қайтадан true болады да, консольға қайтадан кіреді, консольді қайтадан шығарады, 0 шығарады. Сөйтіп айналып кете беретін болады. Себебі мына шарт әрқашанда true. Әрқашанда true. While true деп осындай бір термин бар. While true'ды ешқашан жасамаңыздар деген сөз. While true бұл шексіз цикл. Бұл сіздің браузеріңізде память толғанға дейін, браузер дегенде компьютерлеріңізде память толғанға дейін жалғасады, және мына браузер соңында қате шығарады. Шексіз цикл болып кетті, сондықтан мен тоқтаттым деген сияқты. Егер осындайға кіріп кетсеңіздер, браузерларыңыз қатып қалады, дым істелмей қалады. Сондықтан Task Manager, Ctrl-Alt-Delete қосып, Task Manager'ді қосып, сол жерден Chrome'ды өшіріп тастау керек боласыздар. Бұл енді ешкім жасамай-ақ қойсын. Енді ешкім оны ойлап осылай істейін деп жасамайды ғой. Кейде бір сіздердің есептеулеріңізде қате кетіп қалады, сол кезде шексіз циклге кіріп кетеді. Естеріңізде болса, if операторын жазған кезде біз оны қысқартып та жазған едік. While'ды да тура солай ерек жақшаларсыз былай жазуға болады. Егер сізде
орындалатын мына кодыңыз бір ғана жол болса, қараңыздар, мен мына жақта енді циклды кішкене керісінше бердім. 5-ті бердім, және number, while num деген ол 0-ден артық болғанға дейін деген сөз да. 0 болмаса болды деген сөз да. Кішкене өзгеше бердім, қараңыздар. Бұл да енді 0 болған кезде бұл false болады ғой. Және false болғандықтан енді тоқтайды сол жерде. Енді қараңыздар, console log num, бұл жерде numды тек қана шығарып қана қоймам, оны минус, яғни оны кішірейтіп отырам. 0-ге жеткен кезде бұл while тоқтайтын болады. Міне, жаңа артып көрдім, 5-ті шығарады, тура жаңағыдай логика, 0-ге дейін шартып шығады, бірақ 0 мына жерде while'ның шартына келмегендіктен, false болғандықтан консольдің ішіне кіріп тұрған жоқ. JavaScript'те while'ды жазудың екінші құрылымы бар, оны do while деп айтады. Do'дан кейін мына жерде ерек жақша көріп тұрсыздар, және оның ішінде код жазылып тұр. Одан кейін барып, мына шарты while'мен жазылып тұр. Яғни бірінші код жүреді, сосын барып шарт жүреді. Бұның енді айырмашылығын қарастырайық. Мына мысал тура осыған дейін қарастырғанмен бірдей 0, 1, 2, 3, 4-ті шығарды 5-ке дейін. Енді бұны өзгертетін болсақ, мысалы 0-ден кіші болғанға дейін деп жазайық та. Бірақ мына шартты бірден қараңыздар. Егер while num кіші 0-ден деп жазатын болсаңыздар, do'ды қоспай, онда мына шарт орындалмайды да, ішіндегі код орындалмайды. Ал енді мына жерде бір рет болсын орындалып тұр, қараңыздар. Бірінші шарт емес, бірінші код жүр ғой, сондықтан код орындалады, сосын барып шартты тексеріледі. Мына жерде шарт орындалып тұрған жоқ, сонда да мына консоліміз 0-ді бір рет шығарды. Сонымен do while мен jay while'дың осындай айырмашылығы бар, бірақ негізгі бәріміз біз код жазған кезде көбінесе while'дың бірінші құрылымын қолданамыз. Программалауда ең көп қолданатын цикл ол for. For'да енді бәріміз білу керекпіз. Бұл енді while'дан сәл күрделірек жазылады, бірақ оның жұмыс істеу принципі бірдей. Бірінші енді қалай жазылатынын көрейік. For басы, бұл жерде енді айнымалыны анықтап сөйтіп жазамыз. Қазір оған келеміз. Бұл жақта жалпы неден басталу керек екені жазылған. Одан кейін шарт, қандай шарт орындалған кезде мынаған кіру керек деген осылай жазылады. Одан кейін қадам. Қадам деген мысалы айнымалы болса бізде қай циклға келген сайын нені өзгерту керек, қаншалықты өзгерту керек деген бұл біздің қадамымыз. Енді мынау циклдың денесі деп айтайық, код осы жерде бүкіл осы for'дың ішіндегі, енді while'дың ішіндегі тура ерек жақшада тура сол осылай жазылады. Енді бірден мысалға көшейік. Мысал тура алдындағыдай 0-ден бастап 5-ке дейінгі сандарды шығару керек. Енді мына жерде мен айнымалы жасадым, қараңыздар. Басы деген ең бірінші бөлікке i тең 0 деген айнымалы жасадым. Одан кейін барып шарт жасадым. 5-тен кіші болу керек деген. Және i++ қадамымыз, i деген айнымалыны өзгертіп отырмын. Енді консольда осыларды шығаруым керек. Жаңа артам 0, 1, 2, 3, 4 деп сандар шықты. Енді кезек түсіндірейін, бұл қалай жұмыс деген. Ең басында міне басы орындалады. I деген айнымалыны 0-ге теңестірдік. Окей. Одан кейін барып шартты тексереді. Шарт қанағаттандырса, шарт міне 5-тен кіші. Сондықтан ол мына консольда кіреді де 0-ді шығарады. Және ең соңында мына плюс қадамды жасайды. I-ды 1-ге өсірді, 1 болды. Енді ол мына let i тең 0-ге кірмейді, ол енді шартты тексереді. 1 кіші 5-тен, окей, дұрыс қанағаттандырып тұр, онда мына консольді шығарамыз дейміз. Одан кейін барып қайтан i++ге кетеді, 2-ге өзгертеді, одан шарт тексереді, одан қайтан консольға. Сөйтіп, мына жақта енді бәрін тексереді, шарт қанағаттандырғанға дейін. Енді ең соңында біздің i++-іміз i-ды 5-ге өзгертеді, одан шарт тексереміз. 5-тен кіші емес, сондықтан мына шарт дұрыс емес, және консольдің ішіне кірмейді да циклдан шығамыз. Біз мына for'дың ішінде let деген айнымалыны жасадық, сондықтан бұл i деген айнымалы мына блоктан аспайды. Қараңыздар, тексеріп көрейік, мына жаққа i деген айнымалыны шығарып көрейік. Бұл енді
соңғы мәнін қайтара ма? Жоқ, бізде ол reference error I is not defined деп тұр. I-ды көріп тұрған жоқпыз. Сондықтан мына айнымалыны жариялаған кодымызды кішкене жоғарыға жіберіп жіберсек болады. Яғни мына сыртындағы блокқа лақтырып жіберсек, мына жерге оны жазып керек емес. Бізде I деген айнымалы бізде бар. Және енді жаңартып көрсем, бізде бәрі дұрыс, және 5 деген соңындағы оның айнымалының мәнін шығарды. For'да ең соңғы рет I++ жасалынды, ол I 5-ке тең болды, және шартты қанағаттандырмағандықтан консольға кірмеген еді. Бірақ ол I енді 5-ке тең болып қойды ғой. Сондықтан мына консоль log I деген жерде соңғы 16-шы жолда біздің ең соңғы I-ның мәні шықты 5 деп. Енді I++-те мына жаққа жазып міндетті емес. Мына консольдің астына жазып жерсек болады. Мына циклдің денесіне жазып жерсек те болады. Тура сондай орындалады. Мен жаңартып көрдім, ешқандай өзгеріс жоқ. I++ біздің айнымалыны 1-ге ғана өсіреді. Енді біз айнымалыны 2-ке, одан да бөлек сандарға өзгертіп көрейік. Ол үшін біз плюс тең 2 деп жазсақ болады. Сол кезде біздің қадамымыз 1 емес, енді 2 болатын болады. Сол кезде I 2-ке өсіп отырады. Әрбір итерацияда 2-ке өсіп отырады. Міне тексеріп көрейік. Міне қараңыздар, қалай болды. Ең басында 0 шартты қанағаттандырады да, бұл консоль 0 шығаратын болады. Одан кейін ол 2-ке өсіп кетті, 2 болды. Ол әлде қанағаттандырады шартты, сондықтан 2 шықты, және соңында 4 шықты одан кейін. Дәл сол сияқты, бірақ 6 не істеді? 6 кейін мына консольда шығып тұр. Бұны өшіріп тастасақ, бізде 6 шықпайтын болады. Міне 0, 2, 4 3 ақ санды өстіп шығарамыз. Сонымен қатар біз мына I-ды төменге жазамыз дедік. Мына шартты да алып тастасақ болады. Бұл ешқандай қате бермейді, бірақ бұл шексіз цикл болып кетеді. Себебі ешқандай тоқтайтын шарт жоқ қой. Сондықтан ол шексіз мына консоль логты шығара беретін болады, және I-ды өсіре береді. Кейде цикл орындалу барысында бізге керекті нәрсе істелініп қояды. Сондықтан біз керек кезімізде циклды тоқтата аламыз. Мысалы, мына жерде 5-ке дейін санды жазып жатырмын, тура жаңағыдай мысал. Бірақ маған 3-ке дейін жеткілікті, мысалы. Жеткілікті болып қалды. Бір кенеттен тағы бір шарттар қанағаттандырып, сөйтіп 3-ке тең болған жағдайда мен оны тоқтат деп айтам. Тоқтат деген жазу үшін мен break деген нұсқаулықты қолданамын. Break жаздым, сонда ол осы жерден тоқтау керек. Енді консольді көретін болсақ, қараңыздар, 0 шықты. 0 әлі ешқандай мына 2 шартты, мына шартқа әлі келген жоқ, мына шартты қанағаттандырып тұр. 0, 1, 2, 3 тура сондай. Не 3-ке келді дейік. 3-ке келді, біздің I-ымыз мына циклдың денесіне кірді, 3-ті шығарды. Енді мына шартты тексереді. 3-ке 3 тең, значит breakті жасау керек. Break жасады, сонда мына for циклынан шығып кетті біздің код. Сонымен мына I++ ешқайсыда орындалмайды. Енді бұл жерде шығып кетеді. Соңында I-дың мәні міне 3-ке тең екен. Ол ары қарай 4, 5 деп кеткен жоқ. Осы 3-пен тоқтады. Бізге пайдасы тиетін тағы бір нұсқаулықты көрсетейін. Нұсқаулықты айтпақшы, егер орысша аударатын болсақ, немесе ағылшынша directive деп аталады. Директива немесе. Сонымен тура жаңағыдай мысал, бірақ мен continue'ді қолданамын. Егер 3-ке тең болған жағдайда мен continue'ді жасадым, және салыстырам, қараңыздар, не болды? 0, 1, 2 келе жатыр да, 2 келді, 3 жоқ, және 4-ке кетіп қалды. Мына continue осы именно осы шартты қанағаттандырып тұрған итерацияны орындамайды. Мысалы, қараңыздар, 3-ке келді, continue жасады, ол мына консоль шығармайды. Өзінен кейінгі тұрған кодты жасамайды да, бірден мына I++ келесі итерацияға кетіп қалады. Сондықтан да сіздер мына жерде 3-ті көріп тұрған жоқсыздар. Бірақ ары қарай орындалды, міне 4 қосылды, 4-ке тең болды I-ымыз, сосын барып 5-ке тең болды да, I-дың соңғы мәні 5-ке тең болды. Құрметті достар, осымен for мен while-ға арналған 6-шы сабағымыз тәмам. Ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса да лайк басыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз өте қатты керек. Осылай қазақ контент жасай берсін. Көріскенше.